Қош келдіңіз менің каналыма. Бүгін ілмекпен гүл тоқып үйренеміз. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, қыздар. Тоқымас бұрын 100 тор көзден тұратын тізбекті крючокпен жинап аламыз. Міне осындай торымызды жинап алдық. Енді өзімізге қаратып аламыз. Жаңағы шынжырымызды бір петляны өткізіп жіберіп, столбик без накида тоқып шығамыз енді. Тізбегінің бойынан. Боспаған столбик без накида тәсілін қолданып, тізбектің үстінен барлығын тоқып шығамыз соңына дейін. Тор тізбегін жылдамдатып өткізіп жібердім. Соңғы жағына келіп қалдық. Соңғы жағына келгеннен столбик без накиданы соңына дейін тоқып тастайық. Содан кейін жалғастырамыз тоқуды. Соңына келдік. Енді бір петля жоғары көтереміз де өзімізге қаратып аламыз. Бір петля жоғары көтеріп алдық. Тағы да бір столбик без накида бағансыз, бос баған біреуін теріп аламыз. Крючокпен іліп. Енді 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 тор тізбегін жинап аламыз да, астыңғы жағынан 4-ші тордан крючокпен жұмысшы жібін тартып аламыз. Столбик без накида тағы да 6 штугын аламыз. 2, 3, 4, 5, 6. 4-ші тордан, жаңағы тізбектен 4-ші тор тізбегіне тордан крючокты салып, жұмысшы жібін тартып аламыз. Столбик без накида жасаймыз. 4-ші торға. Столбик без накида. Міне осылай. 6 шынжыр тізбек аламыз. Содан кейін жаңағы төменгі төселіп жатқан төсек 4
тор тізбегінен төртінші тор көзге крючокпен жұмысшы жібін аламыз. Осылай үлкен тор жасап аламыз. Жоғарыдан жаңағы 6 петлямен торлар жасалады. Мінекей төртінші тор көзіне алып отырамыз. Тор тізбегінің ең соңына дейін осындай тәсілмен аяғына дейін апаруымыз керек. Осылай үлкен торлар жасаймыз үстінен. Міне мынадай осындай торлардан жасалады. Бұл 25 штук, 25 дана жасауымыз керек. Мінекей жалғастырып тағы да тоқимыз соңына дейін. Сонда тор тізбектеріміздің үстінен 25 үлкен осындай тор жинап аламыз. Енді 25 торды, үлкен торды жинап алдық та соңына келдік. Енді анау жасыл түсті жіпті тоқып шығуымыз керек. Жиектеріне, гүлдің жиектері осындай түстен болады. Жасыл жіпті алып өзімізге қаратамыз да. Енді әрбір жаңағы істеген 6 тізбегіміз бар ғой. Сол тізбектердің торларының бәрінен осы жасыл жіпті тоқып шығамыз. Мінекей осындай. Әрбір торына. Сонда жаңа гүлдің шеткі жиегі осындай түс боп тұрады. Мінекей. Осында сол жаңағы 100 шынжыр тор тізбегін жасап едік қой. Сол сияқты сол соңына дейін осы жасыл түспен соңына дейін апарамыз. Мына видеода сары емес, жасыл емес көрінбей тұр. Негізі көп жасылға келеді. Ақшыл жасыл десек па. Мына видеода түсін дұрыс бермей тұр. Бірақ бәрібір әдемі көрініп тұрады. Міне осындай соңына дейін барлығын жиегін осындай түспен тоқып шығамыз. Енді соңына дейін осы түспен жиегінің бәрін тоқып шығуымыз керек. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар, қыздар.
Мінекей қыздар, соңына да жетіп қалдық. Осындай ұзын шынжыр пайда болады. Енді мынадағы бұрап аламыз да, астыңғы жағынан ұстап тұрып, орап бұраймыз. Төмен жағынан ұстап, үстің жағын былай реттеңкіреп отырсаңыз, әдемі гүл болып шығып жатыр. Осылай инемен тігіп тастаймыз. Осылай жинап алғаннан кейін инемен барлық слойларын үйдетіп, инемен жоғары төмен кіргізіп, еш жерін қалып қоймайтындай, шығып кетпейтіндей етіп тіге бастаймыз. Осындай әрбір қабатын қалып қоймайтындай, шығып кетпейтіндей етіп, аккуратно абайлап тігіп шығамыз. Осындай тәсілмен астынан, үстінен әрбір қабатын қалып қоймайтындай қылып тігіп аламыз.